Тағы бір мәселе, ер адамның мысалы жаңағыдай әйел кісіні пайғамбар саллаллаху айтқандай, мәдораба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам шайъан қатту биядихи. Аллахтың елшісі ешқашан өзінің қолымен бір затты да ұрған емес дейді. Қараңыз. Вала ходиман, қызметшіні де ұрған емес дейді. Вала имраатан, әйелді де ұрған емес дейді. Бағана айтып отыр, пайғамбарымыз жақсы көрем деген нәрсе оңай емес ол. Мысалы бір кісі келіп пайғамбарымыз саллаллаху айтты: "Я Аллахтың елшісі, мен сізді жақсы көрем." "Рас айтасың ба?" деді. "Рас айтам, я Аллахтың елшісі." "Рас айтасың ба?" "Рас айтам." "Онда дайындала бер. Мені жақсы көрген адамдарда байлық тұрмайды" дейді қолында. Көрдіңіз? Анау кеп сұрайды, мынау кеп сұрайды. Мен сондай дейді табиғатым менің. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сол сияқты сіз жақсы көресіз ба? Пайғамбарымыз ұрмаған. Сіз ұрған кезде жақсы көрдіңіз ба? Сосын біз айтамыз: "Я, Құранда бар ғой негізі ұр деген ғой." Құрандағы аяттың тәртібіне қарайық та біз. Көрдіңіз бе? "Валлати тахафуна нушузахунна", бастарыңа шығып алып, бүкіл үйлеріңді басқарам ба деп жатқан бір әйел қорқатын болсаңдар дейді. "Фағизухунна" дейді. Бірінші уағыздан баста дейді. Сосын уағыз бастаған кезде түсінбейсің ғой сен ақыретті. Көрдіңіз бе қандай? Елдің әйелі дұрыс, сенікі мындай деген мәселелер. Ол уағыз емес ол. Уағыз деген қолынан ұстайсың. "Қарағым, сен де ақ маңдай, мен де ақ маңдай, қосылша екі ақ маңдай, шам жаққандай." Уағыз деген нәрсе сол. Екеуміз де ақыретке баратырық. Мына отбасы екеумізге бірдей аманат. Осындай жақсы сөзді түсінбейтін, басы сондай жаққа қарай кетіп қалған біреу болса ғана, одан кейін фахжурухунна фил мадажа дейді. Көрдіңіз бе? Төсектерінде тастап қойыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху 29 күнге тастап қойған әйелдерін. Саллаллаху алейхи сондай уақыт болған бір қылықтар себепті бір үлкен тәрбие берейін деді де, бір ай бармаған. Бүкіл әйелдер дүп-түзу, дайын. Күн өтіп жатыр, 2 күн, 3 күн өтті, 4 күн өтті, 5 күн өтті, радиаллаху анхуна, барлығына Алла риза болсын. Содан жаңағы Айша анамыз 29-шы күні дейді, пайғамбарымыз үйге кіріп келе жатыр дейді. Сосын жаңағы: "Я Аллахтың елшісі, әлі бір күн бар ғой" деп. "Аш-шахру тисғату жаңағы ишруна яуман." Ай деген 29 күн ғой, ей Айша деп айтты дейді. Қандай мәселе. Содан жаңағы қайтаран өмір. Ол мәселе. Сосын сен оны төсекте мына жаққа жатқызып қоятын болғаннан кейін де сенде де бір жаңағы не болу керек қой, дұрыс мәселелер. Түсіндіңіз ба? Әрдайым сол мәселелер. Әйел кісілерге фассолихат ва тағала әдемі қағида береді. Салиқалы әйелдер дегеніміз дейді. Олар мынандай дейді. Қонитатун дейді. Олар бойұсынғыш дейді. Бойұсынып жүреді дейді Алла тағала. Раббымның разылығы қайда дегенде. Көрдіңіз бе? Сосын өмірі қалай риза болады? Жаңағы пайғамбарымыз әдемі түрде оған бір есікті көрсетіп береді. Ла туаддил мар'ату хаққа раббиха хатта туадди хаққа заужиха дейді. Қараңыздар. Ешбір әйел адам күйеуінің хақысын бермейінше Алланың хақысын бере алмайды дейді. Яғни бұл не деген сөз асылы? Егер де күйеуі дұрыс болса, әйел артында тұрып ақ кіріп кетеді деген сөз жәннатқа, болды. Проблема жоқ. Түсіндіңіз бе? Артында жүріп ақ кіріп кетеді. 5 уақыт намазы, оразасы, нелері бар, болды. Болды. Осы мәселе. Осылай байлану керек ақыретке. Көрдіңіз бе? Міне сондықтан әрбір істі, жаңағындай отбасылық мәселеде болсын, саудаңызда болсын, қарым-қатынаста болсын, қай жерде болсын, біреуге сөйлейін деп жатқан кезде, біреуге ұрсайын деп жатқан кезіңде, біреуге бірдеңе түсіндірейін деп жатқан кезде, қай жағдайда болмасын, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Аллах тағаланың елшісі қалай істер еді деген. Егер осы сұрақты сіз қойсаңыз, сізден бақытты адам жоқ. Түсіндіңіздер қандай мәселе? Түп-түзу болады әрбір ісіңіз. Міне осындай мәселе. Егер бұл сұрақ сізді уайымдатпаса, онда көптеген істерімізде біз өз бетімізше істеп жүрген адам боламыз. 5 уақыт намаз оқысақ та.